Қыздар сәлем, бүгін сіздермен мантының қамырын дайындаймыз. Езілмейтін, жыртылмайтын, жабыспайтын, дана-дана болып түсетін қамыр дайындаймыз. Ол үшін 550-600 грамм ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды, 200 грамм суымызды қосып илеп аламыз. Осындай қатты қамыр дайын болды. Ол қамырды иінін қандырып илеп аламыз 15-20 минуттан кейін. Осылай иінін қандырып, қатты-қатты илеп аламыз. Мантының қамыры сәл қаттылау болса, қыздар жақсы болады. Қараңыздар, менде осылай иінін қандырып, тағы да қойып қойдым. Одан кейін жайып, өйстіп мантыға арнап, бөлшек-бөлшек қып бөліп, қараңыздар, бір келкі жұп-жұқа жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді мантыларымды түйіп, мантаваркіме салып, пісіріп алдым. Қараңыздар, менде манты жыртылмай, бөлек-бөлек болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін менің YouTube каналыма өтіп, тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Рахмет.